Келген сері Бауыржан Шермединұлы ортаға шығады. Батыс Қазақстан. Бауыржанмен айтысатын алтын домбыраның иегері Жандарбек Бұлғақов. Ау сарарқа сарқылмайтын берекенсің, әйгілі Абылай Аспас белекенсің. Өлеңнен жаяменен мая сатқан маясар доскейсынды серекенсің. Суыры да жер емес көмір қазған қазақтың қазыналы кенекенсің. Тарихтың қанмен басқан таңбасындай Карлактағы жесірдің шерекенсің. Ал бүгін арқа жұрты арқа жарқа арайлы азат таңға дәнекерсің. Қытымыр қыс келсе де қонақтарын қымызбен сусындатқан елекенсің. Бір табағын 5 жігіт көтергендей соғымның да отаны сен екенсің. Сымбатты болмай сәкен қандай болсын, даласы ғажайыппен тең екенсің. Айдыны аққуларға мекен болған шалқыған шайтан көлдей көл екенсің. Шөбінен шөккен түйе көрінбейтін сарарқам жұрт сүйсінер төр екенсің. Опырып онның тұяқ өтсе дағы жусаны қисаймайтын жер екенсің. Ай тонаушыға тап болмай топалаңда, том-том тарих сақталған сахарамда. Өз елі өз ерлерін ескермесе жақының айналмайма жат адамға. Жоқтаушысы болмаса дәлсіздердей сәкен бүгін сәкен боп атанар ма? Көп тұлғаның есімі сақталды ғой тарихи таспалар мен мақалаңда. Ал бірақта олардың есімдері дәл сәкеннің атындай аталар ма? Сәкеннің сәнін берсін деген бата айтылады әр маңызды даталарда. Сәкеннің сәнін берсін деп айтамыз жаңадан тәй-тәй басқан боталарға. Сәкеннің сәнін берсін деп жатамыз екі ғашық жас жұбай атанарда. Сәкен аты сақталған дәл осылай дуал ауыз аталар апаларда. Қазыналы қарттарым тұрған кезде ердің аты өшер деп қапаланба. Бата ұмыт болмайды қазақ барда, сәкен ұмыт болмайды бата барда. Ау келгенде ақжайықтай аймағыңнан, қырандай қанатыңды жай Бауыржан. Нұр отанның тізгінін ұстап тұрған Бауыржан Бәйбек ағам бай Бауыржан. Жүйрейде Бауыржандай ұстазы бар, сен өте сенімдісің әй Бауыржан. Қазылар өлтірсең де айтып өлтір, бүгінгі қарсыласым қай Бауыржан. Жұрт назарын ерекше бөліп тұрған, көрген адам күлкіден өліп тұрған. Тұмау тиген адамдай тұмшаланып кепсін ғой боран жоқта соғып тұрған. Домбырасына бір түлкі байлақ қойсаң Туғаның образына еніп тұрған. Үстінде 15 кила шапаны бар, басында 9 кила бөрік тұрған. Қарқаралы басындағы аршақ ұсап төбесінен бір шашақ өніп тұрған. Самолетта киімі перевес боп, амал жоқ пойызбенен жорық қылған. Мен сені қонақ үйде көрген кезде бөлмеңіз чемоданға толып тұрған. Сарайға такси емес газель жалдап салонды киім-кешекпен толықтырған. Бауыржан бауырыма сөз берейін 17-ші ғасырмен жолықтырған. Қолына 4 чемодан ұстап алып, бар жоғы бір шапанмен келіп тұрған. Үстінен арқа деген алып келдің, ағайын өздеріңдей халық көрдім.
Батырдың киімімен шығып тұрмын, бала сен батыс деген даңқ делдің. Арқада айтыс болады дегеннен соң чемоданды арқалап шауып келдім. Жандарбек 4 чемодан деп шатастырма, мен 6 чемоданды алып келдім. Ей, сен көрмеген тағы 2 чемоданға 2 туфлиімді салып келдім. Ей, айтсу керек бізге қысқа жылдан, Жандарбек шапан емес ұста жырдан. Қай бауыржан қарсыласым деп айтасың, бауырым аспандамай түс тауыңнан. Нұр Отанды басқарған бауыржанды Құдайым айырмасын күш қажырдан. Мен бауыржан, сізде бір бауыржансыз келген Нұр Отан деген күш тауылдан. Аттасыңызға болсатын шығарсыңыз осынау біз сыналған тұста жылдан. Бауыржандай бір ағам қазды отыр, ұшуың оңай болар ұшпауыңнан. Бауыржан дегенде айналып өте алмайсың, партия төрағасы мен ұстазымнан. Қай қарсылас бауыржан деп қайқаңдама, бүгінгі қарсыласың 3 бауыржан. Ей, адамдар оқығанмен мамандықты, оқымайды арамдық, адалдықты. Сен де керім шапанмен шығып тұрсың, болар жаңа шапанмен қадам құтты. Финалға қалай өтіп кетемін деп, Жандарбек соның жолын көп аңдыпты. Дидар жауып шапанын жаңарқаның, Жандарбекті құрметті адам қылды. Шапанды финалға шығарсаң шапанды киемін деп, қылып кеттің сен кеше алаң жұртты. Сол шапанды жамылып келіп отыр, қуантып арқадағы тәмәм жұртты. Ей, финалға шыққан барлық ақындардан Жандарбек деген мына балаң мықты. Ей, Жандарбекті финалға алып шыққан Жаңарқаның шапаны одан мықты. Ей, бұйырыпты сенімен шабу бірге, бұйырмысы осы ғой тәңірдің де. Айтысқа біраз шықпай кетіп едің, жоғалып енді қайта табылдым де. 30-ға таяғанда қайта шықтың, бағыңмен шапсын деймін, бабың бірге. Барған жерден кететін шапан іліп, Жандарбек деген дүлдүл дарыммын де. Ей, Сәкеннің елі жапқан бұл шапанды, бәке сәкелеріңе жау жүрме. Ай, бауыржан отырған сол қаптал жақта, қақшаңдап келе берді-ау қақпан жаққа. Айсқа келді менен кеттін айтып, сендерде одан басқа ақпар жоқ ба? 30-ға кеп өнерді бастап жатсам, айналаңнан жауыз деп аттандатпа. Бауырым мен ол үшін қам жемеймін, әлі талай жетеріміз бақтан баққа. Мен түгіл талай адам қартайса да, қайтадан шаң шығарып шапқан жоқ па? Нұрғали Нүсіпжанов 80-ге кеп өмірді енді бастап жатқан жоқ па? Шап! Ал келген жерім жайықтың дәлғасы деп, отырыстың сырымдаттың жалғасы боп. Батырдың киімі менен шықтым дейсің, мен сені ойлап қалдым қолбасы деп. Ек шимадан көтерсең, туфли үшін еріккен адамсың ғой, шаруасы жоқ. Саптам етік болса ғой, аяғыңда тұрар ең үзеңгіңді жауға шіреп. Лакированный топлимен жауға шапқан батырды көріп тұрмын, алғаш рет. Ал сарарқам өлең десе өре тұрдың, мына күн тілімнен бал төгетін күн. Дидар кеше шапанын жапқан кезде, басында мен мәз-майрам боп отырдым. Бірақ оның қулығын түсінген соң шапанды алғаныма көп өкіндім.
Ол менен жұрт көзінше ақша сұрап сахнада тиын таппай көп отырдым. Айыстан шыға салып қылқылдатпай қалтамда бар ақшамды бере тұрдым. Қысқасы түсіндің ғой, бұл шапанды 21 мыңға сатып ап киіп отырмын. Кеше соғым жеймін деп айтық бабем, енді бүгін уайым жеп отырмын. Сыйлап берген шапаны 21 мың, соғымның керек жоқ ау деп отырмын. Ау тіріген ан өліге кебін керек. Кебінді де кім қазір тегін береді? Президенттің жолдауын тыңдап шықтық. Халыққа жасалар деп не бір көмек. Тоқайып бұрын соңды айтылмаған тіл жайлы тіркес айтты елін демеп. Қазақ тіл ұлтаралық тіл болады деп жолдауда уәде берді жоғың делеп. Біздің тіл ұлтаралық тіл болуға құр сөз емес құзырет беру керек. Бұрын орысша білмесек аштан өлдік, енді қазақша білмеген өлу керек. Тілімді таптап жүрген шенділерді биліктен ап құйрықтан тебу керек. Олардың орнына ұлтпен бірге уышып жүрген жандар келу керек. Сәкендерге қарасаң ана тілге азаттық жоқ кезде де көңіл бөледі. Қазақтың фольклорын қайта жинап ел үшін еңбек етіп ерінбеп еді. Кеңсестері қазақша жасалсын деп кеңестік империядан шегінбеп еді. Болыс түгіл орысқа ашып айтты, қазақтың бай тілінен жерінбе деп. Ал қазір орыс емес өз баламыз жатыр ғой мәңгүрттеніп өмірге кеп. Тілін чайнап сөйлейтін шенділерге бізде ғана биліктің төрін береді. Бар жиналыс қазақша өтсін десек, солар отыр тілімнің жолын бөгеп. Қазақстан көп ұлтқа ортақ қой деп болмайтын сылтауларға орын береді. Менің сол мәңгүрттерге айтатыным, тұрса да 130 ұлт өңірге кеп. Қазақстан көп ұлтқа ортақ болса, қазақ тілде ортақ тіл болу керек. Ай әуелде берілген соң жан Алладан, өлтірем деп қорқытпас адамды адам. Депсенген алаштықтар ажалымен беттессе де антына адал болған. Өлетінін білсе де өздері емес артындағы халыққа алаңдаған. Шынжырлап абақтыға жапқан менен шындық айтқан аузын жаба алмаған. Әлімхан Ермековтер түрмеде де елді оқытқан, оятқан адам болған. Міржақып абақтыда дәрігер боп қабілетін науқасқа дәл арнаған. Ал Ахмет орманшы болған менен қазақ тілге ормандай қамал болған. Сәкендер тар жол тайғақ кешулерде заманына зарлығып ән арнаған. Алаштың 60 қырлы арыстары ел үшін қай салаға бара алмаған. Бірде сот, бірде ұстаз, бірде солдат, не қажет соған дайын маман болған. Бұндай жандар біз үшін қауіпті деп орыстың айбалтасы жалаңдаған. Сәкеннің мұртын жұлып, жұртын қырып, тағдырын жалғыз оқпен тәмамдаған. Қазақтың қай қасқыры қалып еді, империяның итіне таланбаған. Орыс бірақ ойына жет алған жоқ, азаттық оты жанды алаулаған. Сәкендей бәйтеректі құлатқанмен терең кеткен тамырын шаба алмаған. Терісін сыпырғанмен арландардың тектілігін сыпырып ала алмаған. Ал болғанменен батыстың ұшқырылы, бір түрлі Бауыржанның іс қылығы. Төлегеннің малшысы боламын деп кеше бұның жаман еді ышқынуы.
Батыста балық аулап жүрген ұлдың қиын ғой малға қарап іс қылуы. Шырағым жылқы бағу оңай деппен керек оған мінездің күштілігі. Балықтың бұлқынуына ұқсамайды бұғаудағы айғырдың піштіруі. Шапанмен барғаныңда жылқы теуіп басың түсіп қалмасын тіс түгілі. Жайықта қайық мініп жүрген ұлға арқаның оңай тимес үскірігі. Боранда жылқы түгіл өзің жоқ боп жоғалып кетіп жүрме ұшты күйлі. Аязда жылынам деп орыстардың жұғып кетіп жүрмесін ішкілігі. Соғыммен қымыз жағын қатырам деп боғыңмен қатып жатпа қысты күні ай. Ей, Жандарбек ауыр екен, соққыларын соққыңа неге шыдап көп тұрамын? Туфли дедің, шапан дедің, малшы дедің, әйтеуір өлеңіңді көп құрадың. Ей, мен аязда үспеймін, мынау елден бетіме соғып тұр ғой отты жалын. Батырдың киіміменен үсіп қалсам, ерліктің ескерткіші боп тұрамын. Мүсінімді облысқа алып келсе, көп қазақтың көңілін тоқ қыламын. Орталық паркке қарайып алып, біреудің мүсініне доқ қыламын. Ей, Күсіро құласа да әлі тұрған Лениннің ескерткішін жоқ қыламын. Айналайын Жандарбек, айналайын Жандарбек, оң жағымда отырсың, ордадай болып орнаған. Жандарбек деген бауырым, сүгіретін қоғамның сөзімен жана соңдаған. Мен де оны жалғайын, алқалап елім отырсаң, ақ домбырамды қолғалам, толғайда толғай толғанам. Сарыарқаның төрінде серілердей саңғырам. Алқалы топтың алдында ал саңқылдасын домбырам, саңқылдаса домбырам, қозғап тұрып сөйлейін бергіменен арғыдан. Ал арқаның даласы, Ақтоғайдың самалы, күміс көмей күләштай салып тұрғандай дәл бір ән. Жаңарқам жатыр жайылып, жібек шапанын жамылып, байдалы бидей қалғыған. Шайтан көлім тұрғанда Швейцарияның өзінде екінші орынға қалдырам. Айналайын Қарағанды, сен бәрінен мықты қаласың, мықтылығыңды айтайын, назарыңды сал бұған. Төле би, Әйтеке, Қазыбек қазақтың үш биінің біреуі Қарағандыдан. Сәкен, Ілияс, Бейімбет, үш арыстың біреуі шыққан Қарағандыдан. Кешегінің күнінде шекараның жайын білуге, үш қазақ барған Лениннің кабинетіне кіруге кірген жалғыз Әлімхан, ол да Қарағандыдан. Айт десеңіз айтайын, немістерге атылған үш оқтың да біреуі көмірмен құйылыпты ғой шыққан Қарағандыдан. Тоқтар Айдын Талғатты, қазақ көкке самғатты, үш ғарышкердің біреуі шыққан Қарағандыдан. Айт десеңіз айтайын, алты құрлыққа танылған, көк шапаныңды жамылған, Генаны кім білмейді, жи деген әйгілі үш әріпте шығыпты осы Қарағандыдан. Осы үшін саған ұлы елім алғысымды жаудырам. Қарағандыда тумаппын, осы ғой менің бар кінәм. Ал әлеумет аман бол. Арқадағы жұртымның ақ күн тусын алдынан осындай тілек айтайын. Әлиханның жұртына, Жаһаншаның аулынан. Айтыста болғанменен көп адамдар, көп емес Жандарбекке тек адамдар. Әйгілі Айтақынның баласысың, бұл Жандарбек болмайды неге заңғар. Кетіп қалмай келіп жүр айтысыңа, сен келмесен қайда деп ел алаңдар. Айбек пен Бекарыстан кейін сендер қазақтың өлеңіне еге жандар. Осымен тоқтап қолды алсайық, осылай жасамай ма ер адамдар? Батысқа жүр бауырым, қонағым бол. Емеспіз біз жұлдызы кер адамдар.
Оралға қалай барам деп ойлама, ол деген мәселе емес, сен алаңдар. Мен сені өзімменен алып кетем, сен сиятын бір үлкен чемодан бар. Жақсы, рахмет. Қошемет ақындарға. Қазылар, бұл сөз сайысын бастаған Жандарбек Бұлғақов бар жағында отырған. 80 ұпай. Бауыржан Шермединұлы басқа жақтан. 80 ұпай.